Құрметті оқырмандар, колесодан көлік таңдауды қарайық. Басамыз. Көлік таңдаған кезде неге мән беру керек? Мысалы, сіз ең біріншіден фильтрға кіріп, өзіңіздің сіз 2,5 миллионға 2 миллионға көлік қарап жүрсіз. Сосын пока моделін білмейсіз, мысалы қандай сізге мынау коробкасы мысалы автомат керек, немесе механика. Автомат таңдайық. Одан кейін сізге 2,5 миллионға дейін керек. 2,5 миллионды терейік. 2,5 миллионға дейін керек болғандықтан 2,5 миллионның өзін тереміз. 2,5 миллион тересіз. Сосын сіз ол жерде саудаласқан кезде примерно ол 2 миллион 400-ге беруі мүмкін, 2 миллион 300-ге. Сосын растаможкасын жазасыз. Фотосы керек. Одан кейін регионды жазыңыз. Мысалы Алматы. Көріңіз, 2,5 миллионға дейін 4199 көлік бар. Көрейік. Міне мысалы сіз енді Opel Vectra қарамайсыз. Opel Vectra жақсы көлік, бірақ ол уже ескі. Мысалы, мына Mitsubishi Galant дейді 2 миллионға. Subaru Legacy. Нормальный көліктер. Бірақ мұны соғылған екен. Мынау рекламаға, көк болып тұрғанда реклама берген көліктер ғой. Енді көлік таңдаған кезде сіз мысалы 2,5 миллионға Subaru нелердің 97 жылғы қараңыз. Сондай несін ғана ала аласыз. Осындай аты бар көліктердің, атағы бар көліктердің тек 97 жылғы сондай модельдерін ғана ала аласыз. Міне реклама жоғын көрейік. Рекламалар барлығы. Мысалы, мынау 2 миллион 200 дейді. 2013 жылы ЗАЗ шанс. Қараңыз. Осындай көліктер мысалы жылы жаңа болады. Просто бұлар іші тар сондай болады енді. 1,4 қарайсыз. Осы міне вариант сізде мысалы осы 2013-ті мына 2 миллион 200-ге осындай аласыз ба? Немесе мысалы Toyota 95 жылға аласыз ба деген сияқты сондай сізде вариант болады. Golf 98 жылға дейді. Енді ескі көлік алуда өте сенімсіз. Енді көлік таңдаған кезде сіз оның объемына да қараңыз. Объемына қарау керек. Мысалы 5 литр деген ол өте көп. Оның налогі где-то 400-500 мыңдай болады жылына. Ал объем деген где-то 3 литрге дейін нормальный объем болады. Осылай көліктерді таңдаған кезде сіз сосын мына жерге былай жазсаңыз болады. Сізге егер жаңалау көлік керек болса, мысалы 2005-тен бастап қарайық. Міне Passat дейді. 2 литр. Міне жақсы көліктер. Осындай көліктерді таңдап алсаңыз болады. Көліктің жағдайына әрине қарау керек, бірақ жаңа несіне сіз өзіңізге не үшін керегін қарайсыз. Міне мысалы мына көлік әдемі көлік. Өзіңізге не үшін сізге керек көлік? Соны қарап аласыз. Содан кейін сол критерияға бойынша іздейсіз. Мысалы қалада жүріп тұруға, міне мысалы 14-ші жылғы Matiz дейді. Осындайларды қарайсыз мысалы. Бірақ сіздің отбасыңызда адам көп болса, оған сыймауы мүмкін. Міне Ford Focus дейді. Запчасть осыларға табу жағын ойланыңыз. Запчасть бар ма екен? Сұрастырыңыз жан-жақтан. Міне мысалы 2 литр деу. Skoda Octavia 2007 жылғы. Бұл көлікке уже 14 жыл болған.
осындай көліктерді қарасаңыз да болады. Бірақ негізі жаңалау көлік алған дұрыс. Енді қаражат жетпесе, әрине осындай уақытша көлік ала тұруға тура келеді. Бірақ өтімді көлік алған дұрыс. Себебі міне мысалы Ford дегендерді өткізу қиын, потому что көп адам одан Dodge деген тоже өткізу қиын. Адамдар ол модельдерді көп біле бермейді, сол себепті қорқады алуға. Түсіндіңіздер ме? Peugeot дегендер. Міне осы мынау ладалар мысалы проходимый. Бұл көлікті аласыз, қайтып сату проблема болмайды. Ладаны бәрі біледі, себебі қорықпайды ешкім. Nissan Altima түркен мысалы. Әдемі. 2/5 осындай көліктерді алсаңыз болады. Қараған кезде, главный ең бірінші көлік алатын кезде сізге не үшін керектігін полный өзіңізге жазып алыңыз. Маған қалада жүріп тұру керек, немесе қаланың сыртына шығуға керек деген сияқты. Мысалы, қалада жүретін болсаңыз, және сізде отбасыңызда адам ондай көп болмаса, сізге осындай шағын көліктер жарайды. Сондай. Түсіндіңіз ба? Осылай көлік таңдауға болады.